Үй алам, но үй алам деген бір фильм жүріп жатыр ғой қазір кинотеатрларда, көргенде шығарсыздар. Мен де бір қызыға тамашалап шықтым. Ақболат, Ғазиз, Абдусаид, Азамат сияқты бір талантты бауырларым түсірген тамаша туынды. Айтайын дегенім, тура сол фильмдегі оқиғаның желісі менің де басымнан өткен. Енді осыдан бір 10 шақты жыл бұрынғы оқиға ғой негізі. Бір пәтерден пәтерге көшіп, жаңағы ата бабамыздың салтымен көшпенді қазақ болып жүрген кезіміз. Жас отбасы ретінде үйдің кезегінде де тұрмыз, бірақ бір кезегіміз бір жылжып болмайды ғой енді жарықтық. Сол кезде тура сол фильмдегі сияқты бір умник бізге де ақыл айтты. Егер бір әйеліңізбен бір формально ажырасатын болсаңыз, келіншегіңіз жаңа жалғыз басты ана ретінде жылдам үй ала алады деді. Енді қанша бір соблазнительный болса да бір бас тарттық, өйткені әлгі бір күнәнің жазасы екінші күнә дегенді естігеніміз бар еді бір жағы. Екіншіден бір үйтіп бір өтірікпен алдап алынған үйден бір қаншалықты қайыр, бір береке болмақшы. Сөйтіп одан бас тарттық. Бірақ бір қызығы, содан кейін көп ұзамай-ақ жаңа жас отбасы ретінде кезегіміз жылдам жылжып кетті. Әрбір қалаған этажымыздан үйді алатындай да бір қолайлықтар, бір ыңғайлықтар туа қалды, жағдай туа қалды. Содан түсінгенім, бір күнәдан бас тартатын болсаңыз егер, оның сыйлығы бір көп ұзамай-ақ келетіндігіне менің көзім бір толық жетті содан кейін.